біздің Египетқа сапарымыз. Бізбен бірге барып келіңіздер. Міне біз осындай скатпен ұшамыз. Біз ұшқан самолетта телевизорлары болған жоқ. Сондықтан баламен ұшып жатсаңыз, мультиэкономияларыңызды скачать етіп алыңыздар. Еще баласы барлардың бәрі өздерімен бірге перекус алып барады екен, хотя самолетта тамақ береді. Бірақ лучше балаңыз точно жейтін тамақтарды өзіңізбен бірге алып кірген дұрысырақ болатын сияқты. Қайтқан кезде египетская авиакомпания болды. Оның тамақтары бізге вообще ұнаған жоқ, онша емес. Біз түнде алғандықтан ол қатты бізге проблема болмады. Ал егерде күндізгі уақытта қайтып ұшатын болып жатсаңыздар, онда лучше өздеріңізбен бірге тамақ алып барыңыздар. Аэропорттан багажбен шығып бара жатқанда тележкамен көмектесуге адамдар келеді. Бірақ олар тегін көмектеспейді. Әр зат үшін сол тележкадағы потом $1 сұрайды. Егер ондай ақша төлегілеріңіз келмесе, өздеріңіз автобусқа дейін багаждарыңызды апарсаңыздар болады. Осы аэропорт. Сіздерді отельный гидпен кездесуге шақырады. Аэропорттан отельге апара жатқаннан бастап ол кездесуде сіздерге экскурсия сатқысы келеді, және де басқа біреуден экскурсия алуға болмайды. Ол заңсыз. Немесе басқа біреуден экскурсия алған жағдайда сіздің страховкаңыз жұмыс істемейді деп айтуы мүмкін, бірақ оның бәрі өтірік. Страховкаңыз бүкіл елде жұмыс жасайды, ал отельный гид болса экскурсияларды өте қымбат қылдырып сатады. Сондықтан қалаға шығып, қалада да экскурсия сататын адамдар бар. Олар да заңды түрде сатады, солардан арзанырақ қылып алсаңыз болады. Біз болған жер. Утром тоже покажем. Мына жақта бір нәрсе движ болып жатыр екен. Дискотека ана жақта. Отельде нөмірлеріңізді күшті қылып жинағанын қаласаңыз, күніне $1 қалдырып кетіп отырсаңыз болады. Рыбки. Мына жерде тас бар екен, міне басын. Бүгін бассейнда Қызыл теңізде жүзіп жүрміз. Мынау қызылдардың не екенін әлі білмедік. Мен влогым қалай түсіп жатқанын білмеймін, бірақ Кәкеш жақсы ұнап жатыр. Бір апта демалыста 2 экскурсия жетеді. Негізі көп қабалсаңыздар демаламай қаласыздар. Жүзіп барамыз. Ау? The Bluetooth device is connected successfully. Это мужчина, жена или ребенок? Мына кіретін жері. Мына жерде волейбол, футбол бар екен. Но мы ни разу не играли. Отель и
Нуртай, отельға из 10 сколько дашь? 5. В принципе, аш қалмайсыздар. Кондері жұмыс істейтін комната болса. А так, комната все однотипные, в принципе. Қазір қалаға бірінші шығып көрейін жатыр. Мына воротадан. Телефонный номер алғыларыңыз келсе, лучше отельден сатып алыңыздар. Цене разница қатты болмайды, зато сізді алдап кетпейді. Андай неше түрлі супермаркет, базар сындайлар бар екен. Сол жерге барамыз қазір. Египетте бүкіл жерде саудаласуға болады. Всегда саудаласыңыздар, өйткені бағаны көтеріп сізге айтады, сондықтан максимально түсіріп айтыңыздар да, потом договоритесь. Мынаған қараңдар, мына жерге келдік. Каждый магазиннің адамы шақырып алады ғой, короче. Кел мында, отыр әңгіме айтам. Мынаны ал, ананы ал, бірдеңке. Потом деп кеттік құрсын. Неше түрлі жақты ма духи андай нелерін. Ішін сондай. Но мы еще старый городқа барғымыз келеді. Ура, біз пляжға келе жатырық. Мен анау островты көрсем бар ғой, Нұртай. H2O просто добой воды бар ғой. Сол есіме түседі. Не? Сол жерде сондай остров ғой. Кто смотрел, поймет. Мы тут крабиков нашли. О, убегает. Вот этот вот крабик. А, вон тот, да, наш? Угу. Вот маленький. Ой, вот двигается еще. Вот и вот этот тоже краб. А вон там фигня какая-то. В кустях где-то. Да? Да, позвал. Смотрите, какие мы нашли. То ли пауки, то ли звездочки морские. Очень много. На диск ранее что ли? Кана.
Кесіртке. Старый городқа таксисттер $10 туда-обратно сондай деп айтты. Бірақ біз әр адамға $1 болатын маршруткалармен бардық. А? Кафешка? Египетте жүрсек те ақтөбеліктер жоқ. Сейчас тише, чуть-чуть рефреш, чуть-чуть спокойно, да. Вот это вода. За утро. Как зовут его? Фарис. Фарис? Да. Все, магазин Фариса хороший, топчик прям. Очень приятно. Бәрін келіндер деп айтты. Все, бәрін келіңдер. Аха. Очень приятно. Лайк басып, тағы қандай лайфхактар білесіздер, комментарийда бөлісе кетіңіздер. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Хорошего вам отдыха. Жақсы барып келіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.